Араның уы ертеде аралар шағатын уы болмапты. Олар күні бойы гүлден гүлге қонып бал жинайды. Бірақ балын аңдар жеп тартып алып жеп қоя береді екен. Сосын бір күні олар Құдайға арыз етіп, бізге қорғанатын қару берші деп, қару бере гөр деп зар жылапты. Тәңірісі олардың мұңын тыңдап, сендерге бір ине берем, қорғанатын қаруларың сол болады. Бірақ онымен адамды шақпайсыңдар. Кім адамды шақса, сол ара заматта өлім құшады дейді. Аралар келіседі. Содан бастап араның құйрығында улы ине пайда болыпты. Онымен адамды шақса, Құдайға берген серті бойынша сол ара өлім құшады екен.